Ассалаумағалейкум. Бүгін біз Рамазан Самғазиевтің Дариға Дәурен ән деген әнін үйренеміз. Дариға Дәурен әні болмаса бір жерде терме болып санала ма? Каналымызға тіркеліп өтіңіздер, лайк басыңыздар. Енді сабақ бастамас бұрын тағы да бір айтып кететін жайт бар. Сіздердің маған осы каналдан үйренген бейне роликтерім керек. Шағын өздеріңізді бейнеге түсіріп, сосын менің WhatsApp нөміріме жіберсеңіздер, мен өз каналыма былайша айтқанда өзімнің үйренген шәкірттерімнің есептін бейне есеп ретінде шығарайын деген ойым бар. Бір сондай менің WhatsApp нөміріме жіберіп қалсаңыздар, бір жақсы болар еді. Ал сабағымызды бастайық. Бірінші перне ұстап тұрасыздар. Былай қағасыр. Аққу қаз деген сөзге бірінші келейік. Аққу қаз әуелейді. Міне, қараңыздар. Аққу қаз. Аққу қаз дегенде төмен, жоғары, сосын төмен екі рет қағасыр міне. Аққу. Жоқ, екі рет төмен бастайсыздар. Аққу. Міне. Аққу қаз. Екі рет төмен, сосын бір жоғары, тағы да екі рет төмен. Бірінші перне ұстап тұрамыз. Аққу қаз. Ары қарай әуелейді деген жерінде аққу қаз әуелейді. Әуелейді дегенде осы сол жолға төрт рет төмен қағаздар. Аққу қаз әуелейді. Әуелейді. Қалықтаған. Қалықтаған. Қалықтаған енді. Қалық деген екі буын міне. Бұған бағанаға қағаз кетеді, төмен екі рет, сосын бір жоғары, тағы төмен екі рет. Қалық. Екі рет төмен, бір жоғары, сосын бір төмен. Қалық. Қалық. Арғай таған. Таған дегенде. Төмен, ған. Төмен, жоғары, төмен. Алма кезек. Енді барлығын қосайық қана. Аққу қаз әуелейді, қалықтаған. Оңай, жалпы қағысы кішкене қиын шығар, бірақ тұруы міне сол бір пернеде тұрмыз, Әрі қарай. Қайтейін, міне. Қайтейін дегенде бірінші пернені ұстап тұрасыздар. Қай, сосын тейін дегенде асты екіге барады, үсті төртке барады міне. Сонда қайтейін. Бұда да бағанағыдай. Қайтейін, екі төмен, сосын бір жоғары, тағы екі рет төмен. Қайтейін. Қайтейін деп ойнадық. Әрі қарай. Қанатым жоқ, қалып барам. Қанатым жоқ дегенді үйренейік енді. Қанатым жоқ. Бұған да төрт рет төмен қағастыр. Қанатым жоқ. Қосайық осы. Қайтейін, қанатым жоқ, қалып барам. Қалып деген жерге үш рет төмен қағастыр міне. Қалып. Сосын төмен, одан кейін жоғары кетеді. Қалып. Одан кейін тағы төмен. Көрдік па міне? Қалып. Ағарай. Барам деген жер. Оса кетеді. Бір, екі, бір. Төмен, жоғары, төмен. Барам. Оса кетеді. Енді осы екінші жолын қосайық. Қайтейін, қанатым жоқ, қалып барам. Өзде қараңыздар. Енді үшінші жолы жүрегім қос. Мына өзде мелизма керек енді. Бұл енді әншінің өзінде байланысты. Ән айтып отқан
әнші сөйтіп мелизма жасайды әуендетіп. Домбыра бұл негізі сол әуеннің аккордын ұстап тұрады жаңағыдай. Жолы жүрегім әғір құс боп ұшып дегенде тағы да төрт рет төмен қағастыр. Құс боп ұшып, міндетті түрде қатты емес, жаңағыдай ақырын ойнасаңыз болады. Құс боп ұшып кет-ау бірге, кет-ау бірге. Бірінші пернені ұстап тұрасыздар. Кет-ау. Төмен екі рет, сосын бір жоғары, сосын тағы жоғары. Бір жоғары, сосын төмен тағы да. Кет-ау. Сосын бірге дегенде екі рет төмен қағасыздар. Бірге. Бұлай болады сонда. Қосқанда кет-ау бірге. Үшінші жол бітті. Енді осы үшінші жолын толық қоса екені. Жүрегім құс боп ұшып кет-ау бірге. Енді төртінші жол қалды. Жылатып жалғыз қалай алып қалам ей, дариға дәурен. Енді кеттік кәне. Жылатып деген жерде бірінші пернені ұстап тұрамызды. Ж деген буын осында тұрады. Ж, сосын латып дегенде 2 мен 4-ке көшеміз. Қараңыздар, бір екі аккорд, 3 аккорд қана ауысып кетіп жатыр. Басқа ешқай жерге барып жатқан жоқ. Оп-оңай бұл. Ең бастысы созу мелизмаларын дұрыс қолдану. Қараңыздар. Жылатып, жылатып. Бұнда да төмен жылатып, төмен 2 рет. Міне, төмен 2 рет жыла, сосын жоғары бір тып, жылатып, сосын тағы да төмен 2 рет. Төмен 2 рет, бір жоғары, төмен 2 рет. Жылатып. Енді жалғыз қалай деген жерін ойнайық кәне. Бұл бірінші пернені параллельно ұстап тұрамыз. Жалғыз қалай. Қағыз төмен барлығы. Жалғыз қалай. Әрі қарай үсті ашылады. Алып қалам ей. Барлығын бірге қосайық. Жылатып жалғыз қалай алып қалам ей. Алып қалам ей. Қараңыздар. Алып деген жері. Алып. 4 рет төмен қағастыр. Алып. Одан кейін бір жоғары, сосын тағы төмен кетеді. Алып. Ағарай қалам-ей деген жері. Қалам-ей. Қалам деген жерге алма кезде қағыз жасаңыздар. Төмен, жоғары, төмен. Қалам. Міне сонда бұлай болады. Жылатып жалғыз қалай. Жалғыз қалай төмен, жоғары. Барлығы төмен. Алып қалам. Алып қалам. Алып дегенде де барлығы төмен деп айтын. Алып. Сосын жоғары төмен. Бұған алып дегенге 3 қағыз төмен. Мен жаңа 4 деп қойдым, 3 қағыз негізі. Алып. Міне, төмен, жоғары кетті, сосын төмен. Сосын қалам-ей, қалам-ей. Қалам. Қалам. Міне үсті тұрады. Үсті ашық болады. Төмен, жоғары, төмен қағылады. Қалам. Сосын ей деген жер. Мынау басылады. Бас бармақпен. Міне. Қалам-ей. Әрі қарай дариға дәурен деген жері. Дариға дәурен. Дариға
дариға дегенге алма кезде қағыс жасайсыздар. Төмен, жоғары, төмен. Дариға. Одан кейін төмен, жоғары, төмен қағып, тағы да бір төмен қағасыздар. Бұл кідіріспен жасалатын төмен. Дариға. Сосын дәурен, дариға, дәурен. Дариға. Иә, төмен, жоғары, төмен қағып, сосын тағы да төмен, жоғары қағасыздар. Жоғары, төмен. Дариға. Төмен, жоғары, төмен қақтық, сосын жоғары, төмен кетеді. Осылай кетеді. Дариға. Міне. Сосын дәурен. Одан кейін дәуренге төмен, жоғары, төмен кетеді. Дәурен, дәурен. Бітті. Енді осы төртінші жолды қосайық қане. Жылатып жалғыз қалай алып қаланы, дариға дәурен. Дәурен дегенде бітіп атсыздар ғой. Сонда осындай қағыс жасаңыздар. Яғни төмен, жоғары, төмен екі рет. Негізі әнді бастағанда да осы қағыспен бастаған жөн. Міне. Дәурен. Міне. Төмен, жоғары, төмен екі рет. Төмен, жоғары, төмен екі рет. Міне. Сонымен куплет бітті. Енді қайырмасы. Мына өзі бірінші пернені ұстап тұрамыз. Төмен, жоғары, төмен қағасыздар. Сосын тағы төмен екі рет. Бұл икигай, бірінші икигай. Икигай, сосын гиккай деген жері. Гиккай. Ағарай екінші, үстігі төрт. Гиккай. Екі рет гиккай. Икигай, гиккай, гиккай, гикигай, гиккай. Гикигай, гиккай. Осы екі жолды бірден үйретіп тастайын. Тағы да көрсетемін міне. Төмен, жоғары, төмен. Икигай, гиккай. Сосын екі, төрт. Гиккай. Гиккай деп тоқтадық. Гиккай, екеуді төмен. Сосын астында гикигай, гиккай деген жер бар. Гикигай, гиккай. Бұл әуемен ойналсын. Астыңа екіні ұстаймыз. Төмен, сосын бір, жоғары, сосын екі қайрадан төмен. Гикигай. Осылай. Ары қарай бір, сосын екі. Гиккай. Гикигай, гиккай. Енді осы жолды барлығын қосайық. Гикигай, гиккай, гиккай. Гикигай, гиккай. Мына бірінші. Гикигай, гиккай, гиккай. Гикигай, гиккай. Сонда бірінші гикигай, гиккай, гиккай деген жерін сәл соссаңыздар болады. Гикигай, гиккай, гиккай. Гикигай, гиккай. Сосын анау кетеді. Ары қарай. Гикигай, гиккай, гиккай. Екі, төрт ұстаймыз. Бұған гикигай, төмен, жоғары, төмен қағады. Гикигай, сосын гиккай. Тағы да төмен екі рет. Сонда қосамыз. Гикигай, гиккай. Одан кейін бірінші перне барасыздар. Гиккай. Екі рет төмен. Гикигай, гиккай, гиккай. Бұлда сәл бір енді әуен болып атқасын сәл кішкене самалы созасыздар. Сонда бұлай болады. Гикигай, гиккай, гиккай. Бағанағы қалыс кетті. Төмен, жоғары, төмен екі рет. Гиккай. Міне, осылай екі рет жасағаннан кейін, одан кейін үстін мынандай әуен ойнайсыздар. Бұл оригинал музыкасында да сондай бар. Ол дегеніміз үстіңгі екі, төмен, сосын мынаны ұстаймыз бас бармақты, жоғары, ашасыздар. Осылай болады. Қоссаңыздар. Гикигай, гиккай, гиккай. Осылай болады. Енді ары қарай. Гикигай, гиккай, гикигай.
Гигигай, гиггай, гигигай, гигигай, гиггай, гигигай. Бұлай ұстап тұрасыздар. Гигигай. Алма кезек ойналады. Гигигай. Сосын гиггай дегенде де осы қалпында тұра бересіздер. Одан кейін үсті жабылады. Гигигай. Гигигай дегенге алма кезек қағылады. Төмен, жоғары, төмен. Соны қосқанда гигигай, гиггай, гигигай. Гигигай, гиггай, гигигай. Әрі қарай, соңғы дариға шіркін дәурен. Дариға деген жері. Дариға дегенге бірінші пернені ұстап тұрып, төмен, жоғары, төмен. Дариға шіркін. Тағы да сол сияқты төмен, жоғары, төмен, төмен, жоғары, төмен. Алма кезек. Дариға шіркін. Бұнда да өзінің несі бар міне. Дариға деп қаққаннан кейін төмен, жоғары, төмен. Одан кейін жоғары, төмен тағыр қағыс бар. Сонда болады. Дариға. Міне осындай бар. Тағы одан кейін шіркін алма кезек. Шіркін. Бұнда да сондай бар. Төмен, жоғары, төмен. Қосайық осын бәрін. Дариға шіркін дәурен. Дариға шіркін. Шіркін дегенде әуен бар екен ғой. Шіркін дегенде шір дегенде мынан басасыздар. Сосын ашамыз, үстіне қағады. Шір. Сосын бір, үстігі екі, кін дегенде мынан басамыз. Шіркін. Кін дегеннен кейін шіркін. Төмен, одан кейін жоғары, төмен қағылады. Шіркін. Осылай болады. Ағарай. Дәурен. Бір, екі. Төмен, дәу. Сосын рен. Дәу. Нау. Екінші. Төмен, сосын жоғары. Дәурен. Әрі қарай. Бірінші пернені ұстап тұрамыз. Төмен, жоғары, төмен екі рет. Осылай болады. Сосын екінші, үстін төрт ұстайсыздар. Сол қағыз, төмен, жоғары, төмен екі рет. Осы қағызды деп тұрғанда осы жерде үш рет ойнаңыздар. Сонда бұлай болады. Әрі қарай. Келесі әуен. Енді ол жер наоборот керісінше осы біткен жерден бастаймыз. 2-4-те тұрамыз сол. Деп осы төмен, жоғары, төмен-төменді бір рет жібереміз. Сосын қайырдан бірге барамыз. Осы қағысымыз бізде төмен, жоғары, төмен екі реуден алады. Сосын деп бітіреміз. Мынау екінші перне ұстаймыз үстінен. Төмен, баспанмақ, жоғары. Сосын ашамыз. Осымен бітеді. Одан кейін қайтадан екінші шумақтар осы әуен бойынша жүреді. Осымен бүгінгі әніміз аяқталды. Түсінікті болды деп ойлаймын енді. Мен барлығын асықпай, детально түсіндіруге тырыстым. Егер әнді үйреніп жатсаңыздар, комментке жазып кетіңіздер. Егер үйреніп алған болсаңыздар, осы әнді де өздеріңізді орындап, маған WhatsApp-қа жіберсеңіздер, тіпті жақсы болар еді. Мен өзімнің есебіме қосатын боламын. Өзімнің мысалы үйреніп жатқан шәкірттерім деген сияқты. Ал, құрметті қазақ халқы, достар, келесі кездескенше
аманшылықта болайық. Ассаламу алейкум.